Нығметолла Күсепұлы Кекбаев атындағы мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Айдарбекова Айгүл Леспекқызы. Математика сабағы 3-ші сынып. Сабақтың тақырыбы 104 пен 4-тің көбейтіндісі, 416 мен 4-тің бөліндісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Құрметті оқушылар, білім алушылар, сіздер қазір бір сурет таңдайсыздар. Сол суреттер бойынша топқа бөлінетін боламыз. Ал енді олай болса, бірінші топқа қолтырауындар отырады, екінші топқа дельфиндер отырады, үшінші топта акулалар отырады екен. 104 пен 4-тің көбейтіндісі, 416 мен 4-тің бөліндісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдері. Ал бүгінгі сабағымыздың мақсаты не? Мақсаты бөліндінің бір разряды 0 болған кезде 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін қолдану және кері амал алгоритмін қолдану. Сабағымыздың негізгі бөлімі судың жануарлар үшін маңызы. Барлық адамзат, жануарлар, өсімдіктер өмір сүру үшін не қажет деп ойлайсыңдар, балалар? Не қажет деп ойлайсыңдар? Су қажет. Ауа. Жарық. Жарық қажет. Ал сендер білесіңдер ме? Судағы акуланың ең үлкен балық екенін білесіңдер ме сендер? Акуланың ұзындығы 15 метр, ал оның салмағы 20 тоннаға дейін барады екен. Ал үлкен жануар ол көк кит. Оның салмағы 150 тоннаны береді екен. Қызықты ма екен? Қызық екен, иә? Дүние жүзіндегі мұхиттар суасты жануарларының алуандығы мен ерекшелігіне қарай зерттеледі. Мұхитта ағзалардың шамамен 2,2 миллион түрі мекендейді. Олардың ішінде 194.400 түрі ғана зерттеліп, анықталған. Мұхитта мекендейтін ең ірі балық кит акуласы. Кейбір түрлерінің ұзындығы 12,65 метрге жетеді және салмағы 21,5 тоннадан асады. Бүгінде кит акулалары барлық тропикалық және біркелкі жылы теңіздерде мекендейді. Дегенмен, әлем мұхитының ең ірі мекендеушісі бұл әрине көк кит. Екеуін шатастыруға болмайды. Көк киттің ұзындығы 33 метрге дейін жетеді, ал салмағы 150 тоннадан асады. Білім алушылар, тақтаға назар аударайық. Қазір мен сіздерге түсіндірме жасап беремін. Сол түсіндірмеге көңіл бөлеміз. Жазамын. Яғни 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту, 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмдерін көрсетеміз. Жазамын. 104 бірінші көбейткіш, бірліктің астына 4 екінші көбейткішті жазамын. Бірліктерді көбейтемін. 4 бірлік пен 4 бірліктің көбейтіндісі 16 бірлікке тең, 6 бірліктің астына жазылады, ал 1 ондық ойда есте сақтаймын. Ондықтарды көбейтемін. 0 мен 4-тің көбейтіндісі 0, ойдағы 1-ді ондықтардың астына жазамын. Жүздіктерді көбейтемін. 1 мен 4-тің көбейтіндісі 4 жүздікке тең. 4 бізде жүздіктердің астына жазылады. Жауабын оқимын. 416. Көбейту амалын қай амалмен тексеремін? Дұрыс айтасыңдар. Олай болса, назар аударайық. 416 санын 416 санын 4-ке
Bölüyorum. Bölüngüç 416 bölgüç 4. Bölümdenin məninde 3'ten bağlasan oladı. Yüzlük, onluk, birlik. Birinci tolumsuz bölüngüçten başlayımız. 400'lük. Yüzüklerdi bölümü. 4 bin 4'tün bölümdesi 1. 1 bölümdenin mənine yazılar. Tekseriyemiz. 1 men 4'tün köbeytindisi 4. 4 bin 4'tün ayırması 0. 0 yazılmaydı. 1 ondukların aslına getiririz. 1 onduk 4'ge bölünmeydi. Bölüge olmaydı. Şimdi sonrasından biz bölümdenin mənini 0'de süremiz. Şimdi var biz 6 birlikte akelip birliklerden aslında sürelatımız. 16 birlik. 16 birlikte 4'ge bölüdüm bolsak kalır. 4 denaynalarda 4 bölündüğünün mənini yazılarda tekseriyemiz. 4 bin 4'tün köbeytindisi 16'ga teң. 16 men 16'nın ayırması 0'ge teң. Bugünkü bizim düşündürmemiz осы. Ne istеу керек екен? Тағы оқып жүре қойшы. Оқи ғой, не дейді бізге? Екінші тапсырма. Саған түрде есепте дұрыстығын тексер. Дұрыстығын тексер дейді. Ал енді жұппен жұмыс жасаймыз, балалар. Бұл жерде бізде дәптермен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ бірінші бағанын орындайды, екінші топ екінші бағанын орындаймыз, үшінші топ үшінші бағанын орындаймыз. Ал енді қалай жұмыс жасаймыз? Көбейтуді жұбының біреуі орындаса, бөлуді екінші қасында отырған жұп орындайды. Сосын дәптеріңді алып не істейсіңдер? Тексересіңдер. Бастап. Бітсек, кәне түсіндірме жасап өтіңдер өздеріңе. Сендердің қаншалықты түсінгендеріңді менде көрейін. Ал контент бастайық бірінші топтан. Жазам 209 бен 2-нің көбейтіндісі. 209 бірінші көбейткіш, ал 2 екінші көбейткіш. Бірліктегі көбейтемін. 9 бен 2-нің көбейтіндісі 18-ге тең. 8-де түседі, бірі ойда. Ондықтарды көбейтемін. 0 мен 2-нің көбейтіндісі 0-ге тең. Ойдағы бірді кеп түсіремін. Жүзіктері көбейтемін. 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4-ге тең. Мәні 418-ге тең. Рахмет. Мәні тексере ғой. Жазамын 418 бен 2-нің бөліндісі. Бірінші толымсыз бөлінгішім 4. 400-лік пен 2 бірліктің бөліндісі 2 бірлікке тең. Тексеремін. 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4-ге тең. 4 пен 4-тің айырмасы 0-ге тең. 0 жазылмайды. 1 ондығы түседі. 1 мен 2-нің бөліндісі бөлінбейді. 1-2-ге бөлінбейді. 1-2-ге бөлінбейді. Сондықтан 0-ды жазамын. Бөліндің мәні. 0-ды мәні 0-ды жазамын. 8 бірлігін түсіремін. 18 бен 2-нің бөліндісі 9-ға тең. 9 бен тексеремін. 9 бен 2-нің көбейтіндісі 18-ге тең. 18 бен 18-дің айырмасы 0-ге тең. Мәні қақлысын. Мәні 209-ға тең. Дұрыс бекен? Келес. Ал енді, олай болса, балалар екінші топ, кәне өздерінің жұмыстарыңды қорғап шыға қойыңдар. Жазамын. 208 бен 3-тің көбейтіндісі. 8 бен 3-тің көбейтіндісі 24-ге тең. 4-те түседі, 2-сі ойда. 0 мен 3-тің көбейтіндісі 0-ге тең, ойдағы мен 2-ге тең. 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6-ға тең. Жауабын оқимын. 624-ге тең. Дұрыс бекен? Келесі. Тексере ғой, дәптерін ала ғой. Жазамын. Бөлінгіш 620
түсіндірме бола ма? Болмайды. Болмайды. Сиырдың биіктігі шамамен 324 см, ал су сиырдың биіктігі одан 3 есе екен. Су сиырдың пілден неше сантиметрге аласа? Не белгілі? Пілдің биіктігі шамамен 324 см екені белгілі. Су сиырдың биіктігі одан 3 есе кем екені белгілі. Нені табу керек екен әне? Су сиыр пілден неше сантиметр Аласа екен. Аха, тамаша. Есепті бірден шешуге бола ма? Болмайды. Болды. Ал енді олай болса, балалар, қаңқалармен жұмыс жасаймыз. Кәне алдарында қаңқа жатыр. Ал басай ойындар жұмыстары. Және қандай қиын тапсырмалар бұнға түсі беру үшін. Соны маған есіме сүрде жазып бере ойындар, содан кейін ол маған келіп түседі. Бастайық. Әріптері қайдасы. Рахмет балалар. Ал енді олай болса, назарларыңа рахмет. Бүгінгі сабақ